Жануар азық үшін торға түседі, ата-ана бала үшін отқа түседі. Жақсы перзент ата-ана қолындағы аманат. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамдарды сыйлауға баулиды. Ата-ана қадірін білмеген, халық қадірін біле алмас. Халық қадірін білмеген, ата-ана қадірін біле алмас. Ата-ананың разылығы мен ақ батасы сені үлкен жетістіктерге жеткізеді. Ата-ананы құрметтеңіз, олар сияқты сізді ешкім ешқашан жақсы көре алмайды. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Ата-анасын ардақтамаған ұл нағыз қылмыскер, ешбір ұлдың анасына бей-жай қарауына құқы жоқ. Ата-ананың ақылы қазулы қара жолмен тең. Әкеде де әке, балада да бала бар. Ата-бабаны ардақтамау жауыздықтың елесі болып табылады. Баланың жақсысы әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Баланың жаманы әке мен шешенің қайғысы, азап соры. Ата-ананы ұмытқан жас опасыздың опасызы, рахымсыздың рахымсызы. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ананың үлгісі. Ана жүрегі тым терең, сол тереңдіктен сіз кешірім таба аласыз. Адам боп кету анадан, айуан боп кету өзіңнен. Нәзіктік атаулының жиынтығы ананың алақаны, сондықтан да ол сәби үшін ең жылы ұя. Ана сұлулығы жүзіндегі мейірімінен көрінеді. Атадан тағылым алмаған ұл жаман, анадан өнеге көрмеген қыз жаман. Ананың басқан жерінде пейіш бар. Ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады. Бала ақылды болса, ата-ананы оздырады, жетесіз болса, жерге қаратып тоздырады. Атадан жақсы ұл туса, теңі болмас, атадан жаман ұл туса, емі болмас. Сыйластық әке мен шешені ақыл ойды қорғайтын құрал секілді. Ана жүрегі ғажайыптардың сарқылмас бұлағы. Бір әке 100-ден астам ұстазбен тең. Әкенің парасаттылығы баласына ең тиімді жолды нұсқау. Ата-ананың отбасы тәрбиесі бұл ең алдымен өзін өзі тәрбиелеу. Ата-анаң үшін не істесең, балаларыңнан да соны күт. Ата-бабаны сыйламау азғындықтың алғашқы белгісі. Ата-анаңызды бағалаңыз, олар сізді кез келген жағдайда қалдырмайтын жалғыз адам.